Тірегіңде, жүрегіңде сыңарыңды өмірлік, мойындауда жек көрер жігіт деген ақымақ. Жігіт деген дария кең жайылған арнасы, бауыр туыс өмірлік арулардың жолдасы. Жігіт деген бір мезет қуанып ренжитін бесіктегі сәбидің екінші бір формасы. Жігіт деген қаталдау деген менен тартынба, мұңданасың, құрдасың, берік адам, жансырға. Жігіт деген тік мінез, танытқан мен кейде, жүрегінің түбінде, ерке бала қалпында. Жігіт деген мінезді құбылмалы қырықсан, көңілі кең жүрегін жұлып алып жылтсаң. Қыз деген формула, жігіт оны табушы, формуланың шешімін өзі бірақ ұмытқан. Ой, бәрекелді. Содан ең алғашқы мұғалімдер күні деген күзде мерекеміз бар ғой. Сол мерекеде жазылған бір өлең еді. Еске түссе оқып берейін деп тұр. Ол кезде біз оңтүстіктеміз, ауыл шаруашылығы жұмысы деген бар. Совет үкіметінің кезде Мақтағал бұл жері поляның ортасында шаң-шаң болып отырып, кешке жаңа айтып, кешкі тамақ ішкеннен кейін мұғалімдер күнін атап өтеміз де, сол барған жерде енді бір нәрсе жасау керек қой деп. Ұстаздар абзал жандар, асыл жанды, салмақты, салихалы, салғынғанды, сөзінде әрбір айтқан даналық бар, таң қылған үлкен кіші барлық жанды. Ұстаздар ұрпақ қамын ойлағандар, білімге өлілгенше тоймағандар. Кей кезде ақсақалша ақыл айтып, кей кезде жас балаша ойнағандар. Ұстаздар өр тұлғалы өрен ерлер, әрқайсысы бір-бір ұлы кемеңгерлер, шын сүйген еңбегінің жемісін жеп, бақыттың бесігіне бөленгендер. Ұстаздар жүректерге гүл еккендер, өмірді түрлендіріп түлеткендер. Ақ туы адалдықтың, адамдықтың, адамзат ұстаздарды құрметтеңдер деп. Ой, бәрекелді. 2 жылдан кейін неге алып кететін болды? Мемлекеттік қызметке райком дейді ғой, бізде комсомол сол алып кететін болды. Сонда біраз шумақ шәкірттерім барда бөлінген, бірақ шумағын оқып берген деп тұр, сол есіме түсіп тұрған. Көлгір су жоқ, көздерімді қимаймын, ақиқат көп, сөздерімді қимаймын. Бұл тірліктен безгім келген сәттеде, шәкірттерім өздеріңді қимаймын деген. Ой, бәрекелді. Қыздар, әйелдер туралы болады, өткен мына жерде біз 4 жігіт. Жігіттерге болысыңыз. Қыздарға байланысты, әйелдерге байланысты Мұхтар ағамыздың бір өлеңі. Сол ауылда жүргенде 50-ге толып Мұхтар ағамыз келді. Сонда алдына шығып бірінші рет оқып беріп еді. Не толқытса соның мұңын қағасын. Аурухана ауласында сытырлатып картасын, жанарында әзіл ойнап жарасты, маған бір қыз балашты. Науқастан ба еріндіңіз кезерген, жазыласыз, налымаңыз бекерсіз, әйтсе де ел қауымына ежелден, немұрайды, қарамайды екенсіз. Сүйуді сіз ерлік деп те санайсыз, онсыз ақын боларсыз ба ой өрген, алайда сіз абайғаңыз, байқаңыз, бағыңыз да, сорыңыз да әйелдер. Бәрекелді, өркен жайсын талабың, сәуегейі сен боп жүрме қаланың, бұл бетіңмен сығандарды жұмыссыз қалдырарсың қарағын. Кедім күліп, бірақ қыздың байсалды, әзіл сөзі маған біраз қосалды. Кең дүниеге қан тамырдай тарайтын, жер бетінде әйел жайлы еркек көп. Әйелдерге немқұрайды қарайтын, еркекті мен санамаймын еркекті. Қай кезде де сұлулықтың жолымыз, әйел біздің ғазиз байлық қорымыз, әйел біздің тағдырымыз болған соң, белгілі ғой, бағымыз не сорымыз. Шын сұлулық
талайлардың қызғанышын маздатқан, ал қызғаныш құрды деп кім айталады азғақпан, бір әйелге бола кейде ел менен ел жауласып, жер жастанған боздақтар. Оған күә анау төбе томпиған, анау шыңдар құлақтары қалқиған, сан ұрпаққа тұлға болған ақындар бір әйелдің намысы үшін жан қиған. Мағынасыз жылтырақты сақтамайды елеске, жалын болып жылу болмау, әйел болып сұлу болмау, табиғатты алдаумен тең емес пе? Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз баққайды. Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз көлге шашылмағай шұғылаң, тереңдігі жоқ әйелдің, қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Әйел еркек намысының қорғаны. Нағыз сұлу әйел табу бүкіл еркек атаулының арманы. Нағыз сұлу әйел үшін қажет кезде жан қию бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ талайлардың бақталы сорынан, бұл кез келген бөріктінің келе бермес қолынан, ерлік семсе, азаматтық семеді, үлкенерлік үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар, ол әйел менде сондай күш барына сенеді. Ой, бәрекелді.